Бауырсақ және табиғат ертегісі. Ата, үйде ұн қалған екен, бір бауырсақ пісіріп жіберейін. Дұрыс, бірақ от жағып, түтін көп шығарма, табиғатқа зиян тиеді. Иә, рас айтасыз. Пеш түтінін азайту үшін биогаз пешін алармыз. Әже бауырсақты пісіріп, терезе алдына қояды. Бауырсақ секіріп түсіп әндетіп, орманға қашады. Мен бауырсақ домалап, пештен шықтым әппақ болып, атамнан да қаштым мен, әжемнен де қаштым мен. Қоян шығады, қолында қоқыс дорбасы бар. Қоқысты жерге тастап жатыр. Қоян, не істеп жатырсың? Не үшін орманды ластайсың? Мен ойланбаппын, тастай салдым. Табиғатты аялау керек, қоқысты қоқыс жәшігіне салу керек. Кешір, енді қайталамаймын. Аю шемішке шағып, қабығын лақтырып отыр. Аю, неге қоқыстарды тастайсың? Бізге ешкім үйретпеген. Онда мен үйретейін. Ендеше мен үйретейін. Қоқыс қайта өтелетін байлық. Табиғатты қорғау әр тірі жанның міндеті. Аю ұялып, қоқысты жинап кетеді. Түлкі және орман перісі шығып, ағаштарды кесіп жатқан сияқты, қолында балта бар. Бауырсақ тоқтатады. Түлкі, аю. Түлкі, ағашты неге кесіп жатырсың? Үй салам деп едім. Балалар, ағаш табиғаттың тынысы. Ағаш кессеңдер, орнына жаңасын отырғызыңдар. Енді түсіндім. Әрбір ағаш бір тіршілік көзі. Барлығы сахнаға шығып, ағаш отырғызып, қоқыс жинап жүреді. Жасыл түс қайта орнына келеді. Табиғатты аялау біздің ортақ міндетіміз. Табиғат біздің үйіміз, оны таза ұстайық. Мен әженің рөлін ойнаған Құсайынова Іңкәр. Атаның рөлін ойнаған Садуақас Қайрат. Қоянның рөлін ойнаған Сережан Айсұлу. Аюдың рөлін ойнаған Қуандығұл Олықбек. Бауырсақтың рөлін ойнаған Ысқақ Аружан. Түлкінің рөлін ойнаған Несіпбек Роғлан.